Жандар Сакөштің анасына деген құрметінің өзі бөлек әңгіме, көп жастарға үлгі. Одан кейін мына жарына деген құрметі, Динарочкамызға деген құрметі, анасы деп аялап, алақанында әдемілеп ұстап отыр. Ол өз алдына бір тәрбие жастарға. Одан кейін жаңағы Сәкен балалармен деген өзінің бір айтары бар. Балаларды қалай жақсы көреді, мысалы, содан кейін мынау көркем мінезділігі, имандылығы қандай, әрбір адамның көңілін қалдырмауға тырысып, бәрін ескеруге тырысып, санның жұмысы бар. Шығармашылықтан бөлек қызметтік жаңағы жұмыстарды жасады, басшылық қызметті. Соның өзінде уақыт тауып, әрбір адамға көңіл бөліп, барын ескеріп жүреді. Сондай не айта алады, такой замечательный, все замечательно. Сондай азаматымыз біздің. Мінекей сіздерге тілеріміз тек қана жақсылық. Әрқашанда осы жыл сайын дәстүрлі туған күннен бізді қалдырып